Елімізде нашақорлар да, есірткіге байланысты қылмыс та азаяр емес. Республикада ресми есептерге қарағанда 45 мың нашақор бар. Алайда медициналық әлеуметтік проблемалар орталығының мәліметтеріне қарасақ, 340 мыңнан асады. Яғни әрбір 40 адам есірткіге тәуелді. Проблеманың тереңдей түсетін тұсы, елімізде қарасора өседі. Одан есірткі заттарын дайындап сататын қылмыскерлер қояр емес. Шу алқабында жыл сайын маусым айынан қараша айына дейін арнайы операция жүреді. Ұсталады, заттар тәркіленеді, сотталады. Бірақ мысалы Ауғанстанда батыс әлемі әскер кіргізгеннен кейін керісінше есірткі өндірісімен тарату тіптен артып кеткені мәлім. Жылына 700 тоннадан асады. Яғни тыйым нәтиже бермейді. Соңғы жылдары бізде мүмкін қарасораны бейнелеп айтқанда бейбіт мақсатқа пайдалануды жолға қою керек шығар деген идея айтыла бастады. Көкнардан дәрі-дәрмек, қағаз, тіпті тамақ түрлері шығарылатыны белгілі. Дәрі шығармағанның өзінде оны ірі фарм компанияларға шикізат ретінде сатуға болады. Идея авторлары осылай дейді. Негізі бейбіт бағытта қарасора өсіріп жатқандар бар. Бір түрлі естілгенімен жаманды жақсыға айналдыру идеясы қаншалықты өміршең? Солай істей аламыз ба? Ришат Асқарбекұлы талдап көрді. Максим Скрынник қарасораны егіп, оны пайдалы өнімге айналдыруды қолға алған еліміздегі жалғыз кәсіпкер. Ол 3 жыл бұрын кәдімгі кеңседе пайдаланатын қағаздарды өндіретін зауытты Шымкентте ашқан. Бірақ оған қажетті шикізат жоқ болып шықты. Қағаз жасау үшін древесина, яғни сүректі Финляндия мен Ресейден тасымалдап жүр. Шымкенттік бизнесмен енді шикізатты кәдімгі қарасорадан өндіруді қолға ала бастады. Идея қағаз өндірісіне шикізат ретінде өнімді қайдан алсам деген ойдан туды. Сора биологиялық салмағы өте ауыр, көп мөлшерде талшық шығаратын өсімдік. Бізде қағаз алатын ағаш жоқ. Сондықтан осындай креативтік шешімдерге баруға тура келіп отыр. Сондықтан біз бәсекеге қабілетті өнім шығаруға талпынамыз. Максимнің қарасорадан түрлі өнімдер алу туралы жобасы бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жазылып келеді. Жоба авторлары көктемде егілген 40 гектар жердегі егістіктен өнімді жақында жинап алыпты. Осыған дейін аздап еккен қарасора талшықтарынан оңтүстік Қазақстанда кілем тоқуға қажетті жіп иіру жолға қойылған. Ал осы өсімдіктен қағаз жасау ісі тырнақалды жоба десе де болады. Конкретная задача набрать сырьевую массу. Нақты міндет әлемдік деңгейдегі өндірісті ашу үшін шикізат көзін толық жолға қою керек. Сосын ол сырттан келетін осындай өнімдерге бәсеке болуы шарт. Өздеріңіз білесіздер, бұл салада Еуропа мен өзге де дамыған мемлекеттер 100 жылдан бері айналысады. Ал біз енді қолға алып жатырмыз. Біз жай асығып қана қоймай, екі өкпені қолға алып жүгіру керекпіз. Алдағы 3 жылда шикізатты жинап алып, сосын зауытты іске қосамыз. Жоба авторларының алдымен шикізат көзін қалыптастырып, зауытты сосын іске қосу құптарлық. Себебі елімізде индустриялық бағдарлама бойынша жұмысын бастаған ондаған зауыт осы проблеманы кесірінен жабылады екен. Жалаулатып ашылған кәсіпорындар шикізаттан тарыққан соң есіктеріне қара қол білуге мәжбүр. Сондықтан көкнәр алқаптары көбейіп, шикізат әбден пісіп жетілгенде нақты өндіріс қолға алынбақшы. Данный материал используется в промышленности в тяжелой для изготовления канатов. Ну, почему? Потому что используется из-за своей очень большой прочности. Кендір шөпті қолмен егу үшін кәсіпорын солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Алматы облыстары және Шымкенттен мыңдаған гектар жер алған. Биыл алғаш рет солтүстіктің құнарлы алқабына қарасораны егіп көрді. Адам бойынан асатын өсімдік бітік шығыпты. Тамыз айында дақылдың басындағы дәндері жинап алынған. Қазір мына қоймада сақтаулы жатыр. Келесі жылы сол жерге қайта себіледі. Ал әлгі қағаз тоқыма өнеркәсібі үшін қажетті өнімдер әзірше алқапта жата тұрады. Олар тек ерте көктемде жиналады екен. Тұқым өнімін мамандырылған комбайн болмағасын біз өзіміздің қолданып жүрген комбайндармен орып алдық. Қазір ол тұқым қоймада сақталуда. Енді жоба атқарушылар арман қарай қандай мақсат қояды, мүмкін келесі жылы біздің өңірде тағы да арман қарай егілетін мақсаттар қойылса, біз оны арман қарай дайындап, тазалап тапсырамыз. Бұны сол дестеге түсіп шабатта, сол үйінде сол танапта қалдырады. Ол 1-2 айдың көлемінде жатады. Жаңбырдың, қардың, судың астында деген дейін. Солда ішкі өзектегі өзегі бәрі кеуіп, олар бактерия болып, олардың бәрі кеуіп құрғайды. Кейін оны заводқа апарғасын, негізгі принципі бұны ұрып соғып деген дейін, әртүрлі балдан өткізіп, олардың бір шашылып түсіп қалады, үгінді ретінде тек сыртында қабығы ғана қалады. Қабығының жіңішкелігі сондайлық, біздің мына шаштан да жіңішкеме деп ойладым.
Сол бір талының өзін үзу әбірі күшке түседі. Ғалым қолға алынған тың жобаның ғылыми негіздемесін жасаған. Украиналық мамандармен бірігіп, техникалық көгнердің бірнеше сұрыбын әкеліп, өнім алуға атсалысып жүр. Ғалиолла Мейірман бұл амбициялық жобаның болашағына сенеді. Себебі жер қолайлы, креативтік идеяларды бизнесмендер әкеліп жатыр. Енді тек үкіметтен барынша қолдау қажет. Оның үстіне жоба бизнестің жол картасы бағдарламасына енген. Мына орысша аты конопля, қазақша аты сора деп аталады. Бұл біздің Қазақстанда бұрын соңды егілген дақыл емес. Ертеде 30 жылдардың ішінде мынау Шу өлкесіне алып келіп, ол кезде мынау химия өнеркәсібі дамымай тұрған кезде арқан жіп жасаймыз деп, ол өзі жабайы түрде егіліп, өзі көбейіп, кейін бір проблема айналды ғой жаңағы. Өзіңіз білетін проблемаға. Қазақстан атырабы жабайы жолмен өсетін қарасорадан кенде емес. Әйгілі Шу алқабын қылмыстық топтар әлі күнге дейін табыс көзін айналдырып келеді. Жамбыл облысында жыл басынан бері есірткіге байланысты 500-ден астам қылмыс тіркелген. Облыс аумағында 193 тонна психотроптық есірткі тәркіленіпті. Олардың тілімен айтқан кезде анаша дейді ғой. Анаша жаңағы қазіргі күнде көп таралған. Оны жаңағы Шу алқабынан теріп алып, соны жаңағы солтүстік, оңтүстікке жөнелтуде. Оның зияндығы жаңағы ішіндегі каннабиноиды ғой оның. Ол адам жүйкесін тоздырады, адамды жынды қылады. Есірткі заты, психотроптық есірткі заты ғой ішінде. Ондағы қазір жаңағы ыстық болғаннан кейін оның каннабиноиды өте көп та. Соответственно, мы разработали карту, сказали, давайте мы попробуем, у нас есть сорта. Біз техникалық қарасораны кәдімгі марихуанадан айырмашылығы болатын дәлелдедік. Жобаны құзырлы органдардың алдында қорғап шықтық. Ішкі істер министрлігінің арнайы сот медициналық сараптама жүргізіп, егуге болады деп рұқсат беріп отыр. Мамандар жобаны жүзеге асыруға одан пайда көруге болатынына шүбә келтірмейді. Есірткілік шөпті бейбіт мақсатқа пайдалану Қытайда, Еуропа, әсіресе Германияда әлдеқашан дамып кеткен. Ал қазақ жеріндегі бұл қанатқақты кәсіпке ешқандай кедергі жоқ. Бұл амбициялық бастаманы көтеріп отырған бизнесмендер алдағы 3 жылда шикізат қорын жинап алса, 6 бірдей зауытты іске қоспақшы. Бұл шамамен 700 адамды жұмыспен қамтиды. Сондай-ақ бұл жоба ішкі нарықтағы қағаз өндірісіне серпін беру керек. Себебі осы күнге дейін қағаз өнімдері импортталып келді. Бұл шамамен жыл сайын 30 миллиард теңгенің сыртқа кетіп жатқандығын көрсетеді. Ришат Асқарбекұлы, Абзал Құрманкин, Данияр Әлімқол, біздің уақыт.